Сәлем қыздар, сәлем қыздар, жігіттер, қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандарым, менің сүйікті де қызым екеуміз. Әне, отыр десем отырмайды, поликлиникадан келе жатырмыз. Анализге направление алдық, ертең таңертең 8-ден 11-ге дейін. Саламатсыз ба? Көршіміз көріп қалдық. 8-ден 11-ге дейін тапсыруымыз керек анализдерін. Таңертең бүгін үлгеремей қалдық. Сол. Айгөркем, мына жанынан ұста қызым. Мына жерден ұста. Акун. Иә, алдына тұрмасай. Жүрамай қалдым ғой, колясканың алдына тұрып алды. Акош, отыршы, мақұл. Отырасың ба? Отырмаймын дейді. Сол анализдерін тапсырсақ, енді тісін емдейміз. Тісін бастап кетеміз. 2-3 күнде дайын болады, ертең тапсырсаңыздар дейді. Анализді ол жаққа барып төлеу, ол жаққа барып істеу 16.500 теңге дейді да, жаңа платный поликлиникада. Өзіміздікі бар ғой, тегін істеп беретін. 2-3 күнде дайын болады. 16.500 болса да қалтамызда қалсын дедім да, барып тегінге істейік деп ше. Сол. Ары қарай түсірем ғой тағы. Азанғы сағат 9-да шығып кеткем, әлі жүрім көшеде. Қызды үйге апарып тастадым. Күйеу балам келген ғой үйге. Қыдырып соны көріп, ана неге бардым, қазақтардың өзіміздің овощнойға. Міне колясканы толтырып продукт алдым. Үй жақтағыларда бар, сояқтан ала салайыншы деп таджиктерге кірсем, арбуз қанша килосы десем 250 теңге дейді. Сосын анау Авезадағыға бардым ше, оған барсам 160 теңге дейді. 100 теңге да, почти 100 теңге үстіне қосып тұр. Сол. Күйеу балам келген, қазір көрсем ғой. Міне күйеу балам, жаңағы айтқан күйеу балам ғой. Ютубтан шығасын. Сәлем деп қой. Сәлем. Оқымысты күйеу балам. Кетіп кетпейін, басқарады. Иә, өткенде ана ипотека дегендер шағып жүретін жігіт қой өзі. Сұрақтарыңыз болса, жекеме шығарыңыз. Ой, номерімді қалдып қоям деп қойсын. Қайнап келме барам деп іздеп кепті. Өтірік шынын білмеймін енді, өзі біледі. Құдасқайын деген, құдасқайын деген. Иә. Жағдайын кетпесін. Қанша жыл? Иә. Последний раз қашан келдің? Кореяға келгенін Сен үндемей тыңдамай, айтпай Кореяға тайып қалдың есі өзі, бізге айтпай. Қорқтың ба? Өте аламын ба, өте алмайын ба деп па? Сол осы мен күйеу балам. 5-ші бұл, 5-ші қыздың күйеуі. Иә, 5-ші. Күйеу балам ғой сол. Асығыс келіп кет қалды. Жолығым керек біреуге, содан кейін ауылға қайтам деп. Қал ойбай тамақ істеймін десем де көнбейді. Сонымен бауырсақ әдем, свежий бауырсақтар біз алған ғой, соны дарузбен бауырсақ жеп алды. Блинчик анау алған ем, жоқ асығыспын деп. Короче, достар, сонымен барып, қызымыз екеуміз барып, ертеңге направление алып, ертең анализдерін тапсырамыз, Алла бұйыртса. Анализден тапсырып, 2-3 күнде дайын болса, сонымен тісін істеуге барамыз. Не істеп жатсың, қызым? Телефон біреуге звондап, алло, иә деп. Бас кетпей қобыланды. Балам шаршап қапты, ұйықтап қалды. Тиме оятасың. Иә, қойды. Иә. Сондай. Та не айтайын дегенде, бір нәрсе айтайын дегенде ұмытып қалдым, не айтарым білмей қалдым. Енді көт бастық қой, короче, шаршап кеттім. Жүгіріп, азадан бері жүгіріп шаршадым. Киімімізді ауыстырып, мына жерді жинастырып, кішкене қызды ұйықтатайық. Балам ұйықтап қалды шаршап. Ұйқыны ауыстырып атырық. Енді баланы қазір 2 болып атыр екен сағат 5-6-ларды ояту керек. Чтоб түнде нормально ұйықтайтындай вообще. Сол ұйқыны ауыстырып. Короче, сол өзімде шаршап тұрмын. Түнгі сағат қаншада тұрдым? 3:30-3:30-дарда тұрдым ба? Содан әлі жүрмін. Сол достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Тістің жыры, әлі сол тістің жыры болып жатыр ғой. Істейтін кезде көрсем ғой, общем. Қалай істейді, қай жерде істейді. Солай, жақсы. Ерке болан көріп атсаң, жолың болсын ақ жол. Келесі келгенде жақсы енді қонуға кел енді, жақсылап тамақ істеп. Постоянно келмейді ғой енді. Күнде келіп жатқан жоқ. Жылына бір келеді да.
2 жылда бір. Сол. Міне қыздар, мына анализдің бәрін тапсыру керек. 1, 2, 3, 4, 5. Осының бәрін тапсыруымыз керек. Ертең азанда барып қазір. Міне мынандай анализ тапсырасыздар. Мына бағалары ғой қасында тұрған ше. Бағалары в общем 16.500 теңге болып тұр да бағасы. Астындағылары керек жоқ деді. Мынаны тапсыру керек болып тұр. Наркоз алғаннан кейін осындай анализ тапсыртқызады. Мен поликлиникаға тегін тапсырайын дедім. Тасып атқан ақша жоқ қой. 16.500 болса да қалтамда қалсын деп. Осы очень жазып берген нелер мынау ғой. Мынаның ішінен анализ тапсырдым. 244.100, 245.000 дей берейікші, грубо говоря, я. Міне лечениесі, план лечения ма, қалай өзі. Рахат клиника. В общем, мыналарды оқи алмайсың да ғой. Оптрагит детский дейді, 2500 теңге дейді. Ол не екенін білмеймін. Лечение пульпита дейді, 4 тісі 18.000-нан. Еще бұл анандай түрім көрініп тұрған жоқ. Былай тұрып көрейші, удобно ма? Түрме мән бермей қойыңыздар шошын. Лечение басынан айтайын шошын. Оптрагейт деген детский деген бар екен. Ол не екенді білмеймін, 2500 теңге деп қойған. Лечение пульпита дейді, 4 тісінің пломба қояды дейді. 18.000 теңгеден пломбасы. Бір тіске 18.000 теңгеден. Очень 72.000 теңге болып тұр. Лечение кариеса дейді. Лечение кариеса ол 20.000 теңге болып тұр. Потом профессиональная чистка молочных зубов дейді. 14.500 теңге болып тұр. Вообще 109.000 теңге болып тұр бұл ше. Бұдан бөлек анализдерін жаңа айттым ғой, анализдерін алып тастадым, 16.500 теңгені алып тастадым. Потом консультация анестезиолога дейді, анестезиолог деген наркоз беретін ғой, 11.600 теңге дейді консультациясы. ЭКГ-де түсіресің дейді, жүрек қой онда 3.500 теңге дейді. Жаңағы 1 час седативного наркоза дейді. Седативный наркоз деген жаңағы ұйықтататын ше. Сол 1 час 60.000 теңге дейді. 2 сағатта істейді деді. 4 түсін 2 сағатқа 120.000 теңге деді. Если 2 сағаттан асып кетсе, тағы қосыла береді деген, бірақ 2 сағатта істеп бітіретін шығар енді. Сол общий міне ғой жаңағы көрсеттім ғой. Общий жағымыз без анализа 244.100 теңге. Без анализа, анализбен бірге 260.600 теңге болып тұр. Сол ертең барамыз, осылардың бәрін істету керек болып тұр. Одан кейін баламның алдыңғы түсіне құрт түсті. Оны кейін енді бастағатарда оныкі арзанға түседі ғой, бірақ білмеймін, бірінші қыздікі башына болып тұр, себебі азу түсі болып тұр да. Баланыкін көреміз енді ары қарай. Баланыкі алдыңғы тістер. Ой, сондай сөйтіп. Сол айтайын дегенім, мүмкін біреуге болса біреуге пайдасы тиіп қалар деген ой ғой енді менде. Тіс деген қазір проблема болып кетті ғой, экологиядан ба, неден екен. Тіс проблема болып кетті. Бәрінің көп екен осындай. Құрттаған, ондай, мындай деген. Ой, сол тәтті көп бермеуге тырысыңыздар. Жаңағы маған не айтты, детский стоматолог айтты. Тәтті көп бермеңіздер. Мармелад алса, пачкасын бере салмаңыздар, ішінен бұрыштық беріңіздер. Үйті анда-санда лучше бермеуге тырысыңыздар деп ше. Сол тісін жуыңыздар, гигиена обязательно. Таңертең кешке тісін жуып үйретіңіздер. Тісі алдында 2 тісі уже жарып шыққаннан бастап жуып үйретіңдер деп сөйтіп айтты. В общем, солай біреуге болмаса біреуге пайдасы тиіп қалар деген үмітте ғой енді. Сол сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, қыздар. Жазыламыз каналға. Осындай ақпараттармен, керекті ақпараттармен бөлісіп отырыңыздар. Осындай проблемасы бар адамдар болса. Сол, пока. Сүйдім барлықтарыңызды, рахмет. Қосылып жатқан
көрермен оқырмандарыма рахмет. Ұйқыға қанбаған екен, миым қатты, шаршап тұрмын. Балам ұйықтап жатыр, қызымды ұйықтатып, мен өзімде кішкене демалып болмасам, уже бас тимей қалды. Ал амандықта жоқ қанша достар. Сау саламатта болыңыздар.